Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы сүтқоректілердің эволюциясы, төрттік кезең. Даптерлеріне тақырыпты жазып алыңдар. Бүгінгі сабақта осы төрттік кезеңде қандай жануарлар пайда болды және қалай климат өзгерген туралы білеміз. Сүтқоректілердің мекендейтін орталары ол сулы орта, құрлық ауа ортасы, топырақ және адам мен жануарлардың денелері болып табылады. Қоректену гетеротрофты жолмен қоректенеді. Гетеротрофты дегеніміз ол дайын органикалық заттармен қоректенеді. Жануарлар қоректену байланысында өсімдікпен және етпен қоректенеді. Қозғалуы жануарлар өсімдіктерге қарағанда еркін қозғалады. Мысалы, қарапайымдылар жалған аяқтылармен, кірпікшелермен, талшықтармен қозғалады. Ал ішекқуыстылар гидра, мысалы, адымдап, медуза жүзіп қозғалады. Құрлықтағы жануарлар жорғалап, жүгіріп, ұшып, жүріп қозғалады. Көбею түрлері жынысты және жыныссыз көбею арқылы пайда болады. Мысалы, жыныссыз ол гидра, амеба, сондай сияқты жануарлар. Ал жынысты қалған мекендейтін жануарлар. Тыныс алуы. Суда тіршілік ететін сүтқоректілер судағы еріген оттегімен демалады, ал ауадағы және жердегі өмір сүретін жануарлар олар ауадағы оттегімен тыныс алады. Тыныс алу мүшелері ол өкпе, бүкіл денесі және терісі болып келеді. Сүтқоректілердің эволюциясы. Сүтқоректілер өте ерте мезозой заманында тіршілік еткен антысты жорғалаушылардан шыққан деп есептейді. Осы жорғалаушылардан екі класс пайда болған: сүтқоректілер және құстар. Жердегі мекендейтін антысты жорғалаушылардан сүтқоректілер пайда болған. Сүтқоректілердің жер бетіне кең таралып тіршілік ету дене құрылысының жүйке жүйесінің күрделеніп жылыққандылыққа ие болуына байланысты жүрді. Ал жылыққандылықты түкті жамылғаны болып, жүректің 4 бөліктен тұруы, кіші және үлкен қан айналымының түзілуіне байланысты қалыптасқан. Сүтқоректілер 3 класс тармағына бөлінеді: жұмыртқа салушылар, қалталылар және ұрық жолдастылар. Мезозой заманның соңында пайда болған ұрық жолдастыларды жоғарғы сатыдағы сүтқоректілер деп есептейді. Бертін келе кайнозой заманында тіршілік еткен жәндіктермен қоректенетін сүтқоректілерден приматтар отряды бөлініп шықты. Осы приматтар отрядына жататын адам тәрізді маймылдар биологиялық және әлеуметтік факторлардан адам пайда болды. Жалпы жануарлардың патшалығында 1,5–2 миллион түрдің сүтқоректілердің үлесіне 4500–5000 түрі тиеді. Мен жаңағыда айтқандай, сүтқоректілер 3 тармаққа бөлінеді. Біріншіден ол жұмыртқа салушылар, қазіргі кезде Австралия материгінде кездеседі. Ол жаңағы мысалы ехидна және утконос. Жер бетінде 4 мұздану болды. Сол кездерінде аймақтар бөлініп кетті. Дүниежүзілік мұхит пайда болды. Сондықтан Австралия бөлек материк болып бөлініп кетті. Қазіргі кезде де ең алғашқы жануарлар деп есептейді. Сосын екінші тармағы ол қалта салушылар. Оларға кенгуру жатады, коала және қалталы тышқан. Қазіргі кезде де көбінесе Австралия аймағында кездеседі кенгуру, ал коала Қытай елдерінде де кездеседі. Және үшінші тармаққа ішкі ұрықтануларға қазіргі жануарлар жатады. Мынау мысалы бұрынғы пілдің түрі, ежелгі пілдің. Қазіргі кезде олар жойылып, оның орнына басқа піл тұқымдастар пайда болған. Келесі, мен жаңағыда айтқан кайнозой заманы екі кезеңге бөлінеді. Ол 3-тік кезең және 4-тік кезең. 3-тік кезеңге палеоцен мен
палеоген мен неоген жатады, ал төрттік кезеңге антропоген жатады. Осы антропоген кезеңде адам пайда болды. Осы кезде жер бетінде 4 мұздану болды. Төрттік кезеңнің замандағы ландшафттың түзілуі. Төрттік кезең шамамен 1-1,5 миллион жылға созылған. Уақыттың көп бөлігі мұздық ғасырға плейстоценге келеді. 12 мың соңғы жылдарда соңғы ғасыр голоцен деп аталады. Плейстоценнің басында Европа және СССР фаунасы жылу сүйгіш болды. Көптеген субтропикалық түрлері сақталды. Біздің бұрынғы елімізде 1,5 миллион субтропикалық климат болған, онда жылу сүйгіш жануарлар пайда болған. Плейстоцен барысында Евразия және Солтүстік Америка территориясы 4 рет мұздануға ұшырады. Мұздың тіршесі Скандинавиядан басталып, Киевке, Харьковке және Воронежге жетті. Антарктида, Исландия, солтүстік жер, Франц Иосиф жері, Памир және Тянь-Шань мұздығы төрттік мұздануның қалдықтары. Не осы картада көрініп тұр, қай жерде мұзданып тұрған жерлері. Міне мынандай белгіленіп тұр мұздар болған жерлері. Келесі. Төрттік кезең барысында мастодондар, ежелгі пілдер, мамонттар, қылыш тісті жолбарыс, үлкен мүйізді бұғылар жойылып кетті. Мысалы, мастодон, ежелгі піл, мамонттар, қылыш тісті жолбарыс, үлкен мүйізді бұғылар, суреті жоқ, олар жойылып кетті. Үлкен сүтқоректілер жойылды. Оған себепшілер тек қана климат емес, және ежелгі аңшылар да болды. Өйткені олар аң аулап, оларды жойды. Және ол кездегі үңгір арыстаны, үңгір аюлары да жойылып кетті. Және сиыр, теңіз сиыры, Солтүстік Америка елдерінде мекендейтін теңіз сиыры да жоғалып кетті. Жойылып кетті адамның іс-әрекетінен. Кайнозой бірде емес, 2 кезеңге бөлінді. Үштік және төрттік кезең. Үштік кезеңнен өзінде сүтқоректілер құрлық, су, ауаның әртүрлі жағдайларына бейімделіп, мезозойдағы бауыр мен жорғалаушылардың орнын басты. Палеоцен, эоценда жәндік қоректенілетін алғашқы жыртқыштар түзілді. Жәндікпен қоректелетін, мысалы, лемур, муравьедтер деген жануарлар болған. Палеоцен мен эоценда жәндік қоректелетін алғашқы жыртқыштар түзіліп, олар олигоценге дейін өмір сүрді. Сосын олигоценде аюлар, мысық тұқымдастар, ит тұқымдастар пайда болды. Үштік кезеңнен бірінші жартысында жыртқыштар теңізге өте бастады. Олардың ұрпақтары ескек аяқтылар мен кит тәрізділер. Ежелгі палеоценда жыртқыштардан алғашқы тұяқтылар шықты, кейін олар жұп аяқтылар және тақ аяқтылар піл тұмсықтарға бөлінді. Мұздану аймағындағы жылудың теріс байланысы су буының қар түрінде конденсациялану әкеліп соқты. Соның әсерінен дүниежүзілік мұхит түзілді. Нәтижесінде континентальды Европа мен британдық аралдар, Азия мен Солтүстік Америка, Преамурья мен Сахалин арасында Үнді Қытай, жартылай аралы мен Зонд архипелагының аралдары арасында құрлық көпір түзілді. Құрлықтың бұл бөліктері арасында жануарлар мен өсімдік арқылы алмасу жүрді. Құрлықтағы жануарлар мен өсімдіктің арасындағы жолдар болатын құрлықтық көпірлер бұрын араласатын теңіздер арасындағы фауна мен флорасы алмасуына әкелді. Азия мен Австралия арасындағы құрлықтың көпірдің болмауы қарапайым сүтқоректілер клоакалы және қалталалы өмірін сақтап қалды. Сондықтан ежелгі форма тек қана Австралияда өмір сүреді. Ескі дүниедегі Мадагаскардан басқа адам 500 мың жыл бұрын мекендей бастады. Ең алғашқы мекендейтін жері ол Африка болды, адамның мекендейтін жері. Соңғы мұзданудан бұрын шамамен 35-40 мың жыл бұрын қазіргі Беринг бұғазы арқылы өтетін құрлықтық көпір арқылы ежелгі аңшылар Азиядан отты жерге дейін қоныстанған Солтүстік Америкаға өтті. Мұздықтардың еруі барысында мұздықтан
босатылған территорияда адамдар екінші қоныстануын жүргізді. Шамамен 10.000 жыл бұрын жердің жылы аударында орталық теңіз, таяу шығыс, Индия, Қытай жануарларды үйге үйретіп, өсімдіктерді мәдени түрге айналдыруға бастайды адам. Адамның жинауы мен егіншілік пен мал бағуға өтуімен байланысқан неолитикалық революция басталды. Ескі дүниедегі бүкіл төртті кезең адамның қатысуымен жүрді. Бұл органикалық дүниенің қазіргі кезде түрлік құрамын анықтады. Организмдердің қазіргі биогеоцендарды түзді және қазіргі аймақтылыққа әкеліп соқты. Түр түзілу мен таралуында құрлықтық көпірлер, мұздықтар мен изоляциялану үлкен рөл атқарды. Төрттік кезең бойы көптеген түрлер мен түр астылар дамыды. Мысалы, адамның эволюция, рамапитек, австралопитек, питекантроп және неандерталь, сосын кроманьон пайда болған. Ол келесі сабақтың тақырыбы. Мысалы, құрлықтың далануына байланысты сүтқоректілер жабыны жоқ ортаға түсті. Сүтқоректілердің бір тобы тышқандар эволюциясында күрделі індер салу жолымен жүрді. Ал үлкендер түрлері, мысалы, бөкендер мен жылқылар миграцияланып тіршілігін сақтаған. Біртіндеп саусақ саны азая бастады. Жаңағы жылқыларда. Мысалы, ашық кеңістікте көшу жылқылардың ат тегін 3 саусақтылардан 1 саусақтыға деген эволюция қарқынды жүрді. Далаларда басып алу табының мөлшерінің өсуіне, жанұя топтық тіршілік табынды үйірлігі етуіне әкеп соқтырдық. Сондықтан тұяқ аяқтылар пайда болды. Таулы орманды бөкен горалланың кішкене табының дала сайғағын мыңдаған табынмен салыстырыңыз. Орман бұғысы асыл маралдар, тарғыл изюбрлар ешқайдан 25-30 бастан көп табын түзбейді. Сібір бұғысының орманда түр асты үшін үлкен топтары да белгісіз. Ал ашық ландшафтын мекендеушілері тундралы Сібір бұғылар үлкен табын түзеді. Өйткені осылай олар өмір сақтау үшін үлкен табын болса, онда жыртқыштар тез оларды ұстап алып жеп қояды. Мысалы, осы төрттік кезеңдегі алғашқы болған алыпты сүтқоректілер. Мұздану кезеңдерде осы алыпты сүтқоректілер жойылып кеткен. Үйде осы видео сабақты қарайсыңдар. Қосымша лекция сайтта болады және лекцияның астында тапсырма болады. Осы тапсырманы орындау керек. Осымен сабақ аяқталды. Балалар, сау болыңдар.